Сәлем достар, әр адамды бала кезіне мейірімді, қайырымды жүректің иесі болуды үйретеді. Тіпті Құран кәрімде біз сені әлемге мейірім ретінде жібердік делінеді. Бірақ өкінішке орай қазіргі қатаң әрі агрессивті ортада өзгенің мұңымен бөлісіп, көмек қолын созу сирек кездесетін жағдайлардың бірі болып кетті. Алайда қиын жағдайда адамдарға тұрсын жануарларға да жәрдемдесуге келетін жандар жоқ болып кетпеді. Ондай батыл адамдар біздің арамызда жүр. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін біз адамдардың жануарларға көмектесіп, олардың өмірлерін сақтап қалған жағдайларын көрсететін боламыз. Ал енді видеомыз басталмастан сіздерге кішігірім өтінішім бар. Видеомызға лайк басып, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі қызыл подписаться деген батырмаға басып, үлкен Пазл атты отбасыға қосыла кетіңіз. Біздің қатарымызда 1.700.000 адам бар. 2 миллионға өте аз қалды. Бірге ана тілді контентті дамытайық. Лайк басып тіркелдіңіз бе? Ондай болса жалғастыра берейік. Бүгінгі видеомызды бастайтын ол әлемдегі ең дәрменсіз жаратылыстардың бірі жалқау аңы. Ол күніне 15 сағат ұйықтап, ағашқа жабысып, ешбір артық қозғалыс жасамай өмір кешетін жануар. Қозғалуына қарағанның өзі жалықтырып жіберетін жалқау аңы ағаштан жерге түсіп қалғанда, аяқтарын созып біреуден көмек сұрағандай айқайлап жатады. Ал енді ойлап көріңізші, мұндай дәрменсіз жаратылыс суға құлап кетсе не болады? Дұрыс, ол тірі қалмайды. Десек те қайықта өтіп бара жатқан жұп осы жағдайды көре сала жануарға көмекке келді. Олар қайықтың ескегімен оны көтеріп алып, жақын жердегі ағаштарға отырғызып кетті. Бүгінгі видеомыздағы жалқау аң тірі қалғанымен, осы жануардың түрі жиі жағдайларда ерекше ағза жаратылысы үшін осындай жағдайларға ұшырайды. Ал бұл видеодағы койоттар футбол қақпасындағы торда шатасып оралып қалды. Жалпы орталық Америкада шалғын қасқырлар өз табиғи ортасының азаюынан жиі жағдайларда осылай адамдармен кездесіп қалып жатады. Койоттар 8-10 күшіктен туатын жануарлар. Осыншама күшіктерден тек 2-3 ғана ересек жасқа дейін жетеді. Міне осы жолда мама койот пен оның күшіктері осындай жаман жағдайға ұшырап қалды. Егер осы видеоны түсіріп жатқан адам дер кезінде шығып, оның қол астында қажетті құралдар болмаса, олардың өлімі дәл осы торда болушы еді. 3 coyotes. Hey guys, I'm stuck. Don't bite me. Жыландар басқаларға қауіп төндіретін жаратылыс болып көрінгенімен, оларға да көмек керек кездер болады. Сөйтіп осы видеодағы анаконда балық аулайтын торға оратылып, одан еш шыға алмай жатты. Өзіңіз де жақсы білесіздер ғой. Санасының тар болуынан осындай жағдайға ұшыраған жануарлар тез арада өз-өздерін өлтіріп алуы мүмкін. Жарайды, алдындағы видеодағы тәрізді 80 сантиметрлік күшіктер болса, бәрі орынды ғой. Алайда онсыз ашулы тұрған анакондаға жақындау өлімге тең емес пе? Бірақ бейненің авторы еш қорықпай алып жыланның өмірін құтқарып қалды. Міне қараңыз, осындай 3 ер адам әрең ұстап тұрған жылан қақпаннан аман қалып еш жұлқынбай тұр. Қазіргі кезде кез келген құрлықтардың шеттерінде мекен ететін елдердің жағдайлары өте нашар екені жасырын емес. Әр кіші табиғи құбылыстардың салдарынан халық ағын, су тасқындары мен селдерден зардап шегіп жатады. Осы әуесқой бейнероликте үйін тасқынның салдарынан қалдырып бара жатқан адамдарды байқасақ болады. Ал олардың артынан еріп бара жатқан үйдің иті су ағынына шыдай алмай ағып кетті. Дәл сол сәтте жасөспірім ойланбастан ағып кетіп бара жатқан иттің артына жүзе кетті. Осылайша күшік табиғаттың қаһарынан аман қалып қалды. Ал сіз дәл осы жағдайда не істер едіңіз? Пікір алаңға жаза кетіңіздер. Қапқанға түскен аң 2 есе қауіпті деген ұғым бар емес пе? Сондықтан екінің бірі аяғы қысылған ірі мысықты
тұқымдасқа жақындамасты еді. Алайда көмекке келген адам сілеусінді босатпай кетіп қалмас. Ол ары бері жүріп, ақыры өзін үлкен картонды гипспен жауып, жануардың аяғын босатуға кірісті. Бұл үлкен қабырға қалқан, сондай-ақ сілеусінің қорқынышын басу үшін қажет болды. Жұлқынып қашуға дайын болып тұрған сілеусін бір кезде тынышталып, өзінің босауына сабыр сақтап көмектесті. Қараңыздар, аяғы жаралы болғанымен денесі сау болып қалған жануар жай ғана қорқынышпен құтылды. Ал Африкада орын алған осы жағдайда керік байқаусыздан бассейнге түсіп кетті. Бойы 4 метрден асатын жануардың қозғалуы онсыз икемсіз емес пе? Ал енді кішкентай бассейннен шығу сырттан келген көмексіз жүзеге аспайтын еді. Керіктің аман шығуына бір емес бірнеше адам көмектесті. Ең жақсысы, керік адамдардан қорықпай, көмектесу барысында жұлқынбай тып-тыныш қана жатты. Бұл көліктің иесі капотын ашқан бойда ішінде белгісіз бір қозғалыстарды байқады. Сөйтіп уақыт өте жігіт көлігіне африкандық қара мамба жыланы оранып алғанын түсінді. Ол әлемдегі ең улы жыландардың бірін жай ғана өлтіре салмай, құтқарушылар тобын шақырып, оны босатып жіберді. Нақтырақ айтатын болсақ, ол босатылған жыланды өзімен бірге алып, орманға босатып жіберді. Ал интернет қауым бұл адамның мейірімділігіне таң қалды. Жалпы жануарлардың көліктерге абайсыздықтан кіріп тұрып қалатыны жиі болатын көрініс. Солай осы бейнедегі адам өз көлігінің капотынан бітеліп қалған үлкен сұңқар тәрізді құсты шығаруда. Құстың қыстырылып қалғаны соншалық көліктің төменгі жағын бұзуға тура келді. Бұл адамға келетін болсақ, ол құсты жарақаттап алмай шығарайын дегені, және ол өз дегеніне жетті. Құстың бір қауырсында түспепті. Үндістанда леопард адамдар қалдырып кеткен бидоннан су ішемін деп сол жерде басымен қыстырылып қалды. Айналасына түк көре алмай кез келген дыбысқа шошып жүрген леопард адамдардың арасына өзі келеді. Алаңдағаннан не істерін білмей жүрген леопардты адамдар уақытша ұйықтатып, басында тұрып қалған бидонды алып тастайды. Куәгерлердің айтуынша, ол өзі бұл ыдыстан басын шығара алмас еді. Себебі құтқарушылардың тобы өздері оны әрең босатты. Ақыры басы босатылған ірі мысық тұқымдас бостандықпен қауышты. Қатты су толқындарының салдарынан жағаға шығып қалатын дельфиндер мен киттер жайында естіген боларсыздар. Алайда жағаға жыртқыш балықтар да жиі шығып жатады. Солай бұл видеодағы адамдар осындай көрініске тап болды. Демалушылардың арасында қорықпаймын деген бірнеше адам жиналып, алдымен акуланың аузындағы тұрып қалған қоқысты алып тастап, оны итеріп өзінің үйреншікті ортасына босатып жібереді. Бұл адамдар шын мәнінде өз өмірлерін қауіпке төндіргені жайында айта кетейік. Себебі акула кез келген секундта қауіпті деп ойлаған адамды жеп қоюға қауқарлы жаратылыс. Мінекей достар, бүгінгі видеомызда біз жануарларға көмек қолын созған батыл жандардың топтамасын сіздерге көрсеттік. Егер осы видео көп лайк жинайтын болса, біз осы тақырыптың екінші бөлімін істеуге дайынбыз. Видеоны таратып, өз ойларыңызды пікір алаңға жаза отырыңыздар. Және де кез келген жануарға мейірімділікпен қараңыздар. Әрине, арнамызға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде осы видеоның астында қызыл подписаться батырмасына басып, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.